Ел аузында Қандықол Маша деп аталған бұл мәскеулік қанішердің хикаясы ешкімді бейжай қалдырмайтыны анық. Аты жөні Мария Петрова. Қылмыс әдісі өте қатыгез. Яғни құрбандарына кенеттен бас салып, мойнына пышақ сұғатын болған. Ал айуандығының астарында адам айтқысыз үлкен жан жарасы жатыр. Нақтырақ видео соңында айтамын. Әзірге қылмыс хронологиясына көшейік. Бірінші қылмыс 2002 жылдың 1 наурызында орын алды. Мария әдеттегідей түнгі жүгіруге шыққан. Сөйтіп аялдама қасында 20 жастағы жігітке жолығып қалады. Фигурасы тартымды, бөкселері үлкен спортшы қызды ұнатып қалған ол, Марияның ізіне түсіп танысуды ұсынған. Бірақ қыз бас тартқан соң, күртешесіне шап беріп ұстап тоқтатпақ болыпты. Осы кезде Мария жігіттің мойнына пышақ сұғып алады. Сасқалақтап қалған жігіт тамағын алақандарымен шапқан сәтте, ішінен бірнеше рет пышақтап қашып кеткен. Екінші қылмыс 26 күннен кейін болды. Кезекті рет жүгіруге шыққан Марияға 60 жастағы қария қырындай бастаған. Алғашқыда ол кәрі кісіге мән бермеуге тырысады. Бірақ қария оның көтенін мақтай бастағанда қаны басына шапқан. Ол нәпсі құмар шалды бауыздап, қарынын жарып тастайды. Бірнеше куәгер табылғанымен нәтиже болған жоқ. Олардың сипаттауымен жасалған фоторобот та ебедейсіз шықты. Келесі қылмыстар 21 күннен кейін бірінің артынан бірі орын алды. Яғни 18 мен 20 сәуір аралығында тағы 3 ер адамға шабуыл жасалды. Бәрінің мойындары мен қарындары пышақталған. Бірақ әлде бір ғажайыптың арқасында 3 құрбанның бәрі тірі қалады. Нәтижесінде 24 жастағы Мария Петрова 2 күннен кейін кездейсоқ ұсталып қалған. Көшеде тұрған сақшы кроссовка киімінде қан тамшылары бар қызды байқайды. Сөйтіп пәтеріне дейін артынан ілесіп, тергеу тобын шақырған. Пәтерден қан іздері бар пышақ пен спорттық киім табылған соң, Мария қылмыстарын мойындауға мәжбүр болды. Айтуынша ол еркектердің бәрін жек көреді. Себебі 14 жасында бір топ жігіт оны жабылып зорлап кеткен екен. Бірақ айыптылар сол күйі жазаланбаған. Содан бері ол қалтасына бәкі пышақ салып жүретін болыпты. Оған қоса, өзін қорғай алу үшін ауыр атлетика және жекпе-жек спорт түрлерімен айналысатын. Әдетте ол таңертең жүгіретін болған. Алайда түнде жүгіруді бастағанда басы шырғалаңға түсті. Құрбандарының азғын көзқарастары мен тұрпайы әрі ұятсыз сөздері оның бала кезіндегі жарасын оятып жіберген. Сөзінше, құрбандары өздері кінәлі. Психиатриялық сараптама нәтижесінде Мария Петрованың ақыл есі сау емес деп танылды. Яғни бала кезіндегі зорлықтың кесірінен созылмалы шизотиптік бұзылыс дертіне шалдыққан болып шықты. Қазіргі таңда Мария Петрова 47 жаста. Қазан қаласындағы психиатриялық емханада жатыр. Деректерге сүйенсек, 2026 жылы бостандыққа шығуы әбден мүмкін. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.